Тәуелсіздік Қазақстан Республикасының соңғы 28 жылдық тарихына көз жүгіртсек, елде бірнеше қала атауы өзгерді. Елеулі тарихи оқиғаларға байланысты атауы ауысқан Қазақстан қалаларының топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Сәлем достар, пайдалы ақпарат арнасына қош келдіңіздер. Бір 1961-1992 жылдар аралығында бүгінгі Қазақстан астанасы Целиноград деп аталды. Ел тәуелсіздігін алғаннан кейін қалаға өзінің тарихи атауы қайта беріліп, Целиноград Ақмолаға айналды. 1997 жылы Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев ел астанасын Алматыдан Ақмолаға көшіру туралы шешім қабылдады. Республиканың жаңа астанасы атанған Ақмола 1998 жылдың 6 мамырында Астана болып өзгерді. 1998-2019 жылдар аралығында қала Астана атанды. 2019 жылдың 20 наурызында Қазақстанның екінші президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қаланың атауын тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың құрметіне Нұрсұлтан деп өзгертуге бұйрық берді. 2000 жылдық тарихы бар көне Тараз қаласы 1937-1997 жылдар аралығында жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың құрметіне Жамбыл қаласы деп аталды. 1997 жылдың 8 қаңтарында Нұрсұлтан Назарбаев Жамбыл облысының жергілікті атқарушы органдарының өтінішін және жергілікті халқының тілегін ескере келіп, Қазақстан Республикасының үкіметі жанындағы мемлекеттік ономастика комиссиясының қорытындысы негізінде Жамбыл қаласының атын Тараз қаласы қылып өзгертуге қаулы етті. 2002 жылы қала өзінің 2000 жылдық мерейтойын атап өтті. Қазақстан тәуелсіздігін алған уақытта Жайық жағасындағы бүгінгі Атыраудың атауы Гурьев аталды. Бұл атау Ресей ханшайымы 2-ші Екатеринаның жарлығымен қойылған. Гурьев 17 ғасырда осы маңда өмір сүріп, балық шаруашылығымен айналысқан саудагер әрі дәулетті көпес болған адамның тегі. 1992 жылдың 21 ақпанында жоғарғы кеңестің төралқасы қаланы Атырау деп атау жөнінде қаулы қабылдады. Сырдария өзенінің оң жағалауында тұрған Байқоңыр қаласы 1995 жылға дейін Ленинск деп аталды. Байқоңыр ғарыш алаңының тұрғызылуына байланысты 1955 жылы пайда болған бұл елді мекен кеңес кезеңінде Ташкент 90, Заря, Звездоград, Ленинск деп аталды. 1995 жылдың желтоқсан айында Ленинск қаласына Байқоңыр ғарыш айлағының атауы берілді. Байқоңыр қаласы 1995 жылғы Қазақстан мен Ресей арасындағы келісімге сәйкес 2050 жылға дейін Ресейге жалға берілген. Ақмола облысы Ақкөл ауданының орталығы Ақкөл қаласы 1997 жылға дейін Алексеевка деп аталды. Қаланың іргесі 1887 жылы қаланған. Елді мекенге 1939 жылы кент, 1965 жылы қала статусы берілген. Ертістің оң жағалауында Павлодар қаласынан оңтүстікке қарай 50 шақырым қашықтықта орналасқан қала 1993 жылға дейін Ермак деп аталды. 1913 жылы Глинка кентіне Дала өлкесі губернаторының жарлығы бойынша Ермак аты берілді. Осылай Воскресенск кемежайы Глинка кенті мен Ермак кенті болып атала бастады. 1922 жылға дейін Павлодар уезінің болыс орталығы болды. Қазақ КСР жоғарғы кеңесі президиумының 1961 жылғы 23 қазанындағы жарлығымен Ермак кентіне қала мәртебесі берілді. Қазақстан Республикасы жоғарғы кеңесі президиумының 1993 жылғы 4 мамырдағы қаулысына сәйкес Ермак қаласы Ақсу қаласы болып қайта аталды. Шығыс Қазақстан облысындағы Риддер қаласы 1786 жылы кент ретінде құрылды. Орыс инженер-технигі Филипп Риддер осы маңнан полиметалл кенін ашуына байланысты қалаға Риддердің есімі берілді. 1941 жылға дейін Риддер қаласы бүкіл одаққа өндірістік қала ретінде жақсы танылды.
Алайда осы жылы оның атауы өзгеріп, қалаға кеңес көсемі Лениннің атауы беріліп, Лениногорск атанды. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2002 жылдың 28 маусымында қалаға бұрынғы тарихи атауын беруге жарлық шығарды. Статистика комитеті 2019 жылдың 8 қазанында ұсынған деректер бойынша Риддер Қазақстандағы қазақтардың үлесі ең аз қала. Мұндағы халықтың 81,2% орыс ұлтының өкілдері. Жем. Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданына қарасты қала. Аудан орталығы Қандыағаш қаласынан оңтүстікке қарай 97 шақырым қашықтықта орналасқан. Іргесі 1960 жылы қаланып, алғашында жабық әскери қалашық ретінде жұмыс істеді. Қала 2000 жылға дейін М5 деп аталды. Жем өзенінің бойында орналасқан қалаға Жем атауы берілді. Жем Қазақстандағы тұрғыны ең аз қала.